Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын және де қайнатпалы крем қосылған ерекше дәмді булочкалар дайындайтын боламыз. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Қамырын жасауға кірісеміз. Ол үшін сүтімізді алдын ала жылытып аламыз. Жартас қасық тұз саламыз, қантымызды саламыз. Үстіне бір ас қасық ашытқы саламыз. Шамамен 10 граммдай ашытқы салу керек. Одан кейін жақсылап тұрып қасығымыздың көмегімен араластырамыз. Сүтті өте қатты ысытып жібермеңіздер, сүтіміз бізде тек қана жылы болуы керек. Одан кейін бетін жауып, шамамен 10 минутқа қойып қоямыз. 10 минут уақытымыз өткеннен кейін бізде ашытқымыз осылайынан көтерілуі керек. Егер де көтерілмесе, сіздерде сүтіңіз өте қатты ысып кеткен, немесе ашытқыңыздың басқа ашытқыға ауыстыру керек деген сөз. Енді біз осыны қазір басқа ыдысымызға құйып аламыз. Одан кейін үстіне бір жұмыртқамызды саламыз. Алдын ала ертіп алған сары майымызды құямыз. Енді шанышқының көмегімен барлық қоспамызды араластырып аламыз. Енді құрақ ұнымызды қосатын боламыз. Ол үшін біз ұнды аз-аз мөлшерден сала отырып, осылайынан шанышқымен араластырамыз. Сол кезде бізде қамырымыз жұмсақ болып шығады. Бірден барлық ұнды салмаймыз. Одан кейін шанышқымен араластыруға келмеген кезде осылайынан қолымыздың көмегімен қамырымызды елеп алатын боламыз. Менде осы ватрушканы жасауға шамамен 500 граммдай ұн кетті. Ұн сіздердің ұныңыздың сортына байланысты. Шамамен 500-550 грамм шамасында қосасыздар. Қамырымыз дайын болды. Бетін жауып орап, жылы жерге 1-1,5 сағатқа қойып қоюымыз керек. Сонда біздің қамырымыз осындай жұмсақ, биік болып көтеріледі. Енді қамырымызбен жұмыс жасауға кірісеміз. Қамырды ең бірінші дастарханымызға қойып, ортасынан теңге бөліп аламыз. Одан кейін әр бөлігін 6-6 бөлікке бөліп шығамыз. Сонда бізде барлығы 12 дана булочка шығуы керек. Осылайынан бөліктерге бөлгеннен кейін осылай дөңгелек шар тәріздес форма жасаймыз. Одан кейін біздің духовканың листына пергамент қағазын төсеп, осылайынан шар тәріздес қамырларымыздың барлығын жайып шығамыз. Міне мен барлық қамырларды жасадым. Міндетті түрде орталары ашық болуы керек, себебі біздің қамырымыз көтерілгенде ортасы жабысып қалуы мүмкін. Енді бетін жауып 15-20 минутқа қойып қоямыз. Оған дейін кремін жасауға кірісеміз. Жұмыртқа, қант және де жүгері крахмалын қосамыз. Жақсылап тұрып венчигімізбен араластырамыз. Яғни кукурузный крахмал, жүгері крахмал дегеніміз. Одан кейін осы венчикпен араластырамыз, жақсылап тұрып. Біздің сұйықтығымыз дайын болды. Енді біз ыдысымызға сүтімізді құямыз. Сүтіміз жылығанға дейін күтеміз, қайнатпаймыз. Жылығаннан кейін алдын ала дайындап алған сұйықтығымызды осылайынан құя отырып, міндетті түрде араластырып тұрамыз. Бізде жұмыртқамыз пісіп, немесе түбі күйіп кетпеуі керек. Міндетті түрде осылайынан араластырып тұрып, кремімізді дайындаймыз. Крем менде шамамен 5-6 минутта дайын болды. Тура осы рецептпен жасасаңыздар, сіздерде 5-6 минутта осындай міне қою әдемі крем дайын болады. Біздің креміміз дайын. Енді біз үстіне себетін ұнтақты дайындаймыз. Ол үшін ұнымыздың үстіне сары майымызды саламыз. Осылайынан қолымыздың көмегімен ұнтақтар жасаймыз. Біздің міне ұнтағымыз дайын болды. Осындай ұнтақ шығуы керек. Енді біздің қамырымызға қайтадан келеміз. Қараңыздар, көтерілген әдемі болып, енді осындай бокал немесе осындай баклажканың түбімен осылайынан басып, ортаңғы жақ бөлігін осылайынан басып форма жасап аламыз. Барлық булочкаларымызға осылай жасап шығыңыздар. Келесі кезекте біз ортасына кремімізді саламыз. Әр булочкаға шамамен бір ас қасық кремдей кетті. Осылайынан міне барлық булочкаларға кремімізді құйып шығамыз. Енді үстіне жеміс саламыз. Менде ирга, қаласаңыздар қарақат немесе құлпынай қосуға да болады. Өздеріңізге ұнаған үйдегі бар жемісті қоса беріңіздер. Одан кейін үстін жұмыртқаның сарысымен осылайынан булочкамызды жағып шығамыз. Булочканы міндетті түрде алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минут шамасында пісіреміз. Булочкамыздың пісуіне шамамен 10 минут уақыт қалған кезде ұнтағымызды сеуіп, духовкамызға қайтадан қосып, пісіріп аламыз. Барлығы сынында бізде 25-30 минутта дайын болады. Осы булочканы міндетті түрде дайындап көрдіңіздер, құрғақ емес, жұп-жұмсақ, ортасындағы креммен булочкалар өте дәмді болып шығады. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін, және де ең бастысы үйдегі бар қолжетімді заттардан жасалады. Егер де сіздерге видео ұнап жатқан болса, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде каналыма шыққан жаңа рецепті ең алғаш болып көретін боласыздар. Келесі кездескенше.